Пародистер кейде қулыққа барады. Телефон арқылы әркімнің дауысын салып күлдіреді де, бүлдіреді де. Олай мен емес деймін бе? Жоқ, әзірге болмады, шыны керек. Бірақ өзімде сондай ой болды. Мүмкін біреудің ренжітіп алдым ба, кездестірдім. Осы дауыс салған өнер аға әпкелерімнің жартысын кездестірдім. Керісінше алғысын айтты, ризашылығын айтты. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі. Самая вышка, самая вышка, самая вышка. Бірі білсе, бірі білмес. Шакензо 91 тобындағы Зенкаевтың жақын дос екен. Алайда оның даусын әлі салмаған. Ең алдымен сенің қалғаны кейін, бұл данымды қойып саған сөзімді зейін. Сенің миың болмағанда енді кімдікін жейін. Сенің миың болмағанда деп. Жоқ, салмадым. Бірақ олардың әндеріне салған болатын бір пародия жасадым. Ана неге бәрі мұз дейтін әніне әртүрлі кейіпкерлердің мультфильм кейіпкерлерінің дауысымен салған болатын. Дембеген таптар, сені құлағанда тар, болмайды ола. Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күде тұрармыз. Пародист болудың жақсы жақтары да көп екен. Ұстазым болды, бұрынғы Теріс Қақпай театрының директоры, осы қазір белгілі киноларға түсіп жүрген Ұлан Нүсіпәлі дейтін. Сол ағай, қарайсыздар, жақсыздар ма, амансыздар ма деп өзі сөйтіп сөйлейтін ол кісі. Сабаққа ерте келіп қалған кезде менде болды жаңағыдайға. Группамда балалардың телефонын аламда өзімнің номерін атын кетіріп, Ұлан ағай деп жазып қойып, балаларға звондап, "Ей, сендер қайдасыңдар, сабақта жоқсыңдар." Сөйтіп айқайлаған күндер болды балаларға. Бірақ көбінесе ол көркем фильмнің туындыларына қызығады. Қожаның дауысын айтты. Жарамайды. Мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Өйткені біздің қазақ киноларында әр адамның жүрегінен орын алған фильм деп айтсақ болады, былайша айтқан кезде. Абдолла Қарсақбаевтың режиссерлігінің, Бердібек Соқпақбаевтың фильмі "Менің атым Қожа", сол өзіме қатты ұнайды. Қожаның бейнелері, өйткені ең алғаш мен өнер шаңырағына түскен кезде сол Атырау қаласында Нұрғиса Тілендиев кіші өнер академиясында оқыған кезде Қожаның кішігірім монологын салған болатын, айнаға қарап сөйлейтін. Жас, ертеңнен бастап тентек болмаймын деп. Жас, ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Мұнымен іс бітпейді. Пародисттің ойлап отырған тың идеялары жетерлік. Соларды іске асырса, жұлдызының жанатын айқын. Despacito, quiero destonarte besos despacito. Fermer las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo lo malo escrito.